Ассалаумағалейкум қазақ елі, эфирде жаңалықтар, студияда Әнуар Карбозов. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Самұрық Қазына акционерлік қоғамның басқарма төрағасын қабылдады. Нұрлан Жақыпов қордың биылғы бірінші жарты жылдықтағы қызметі жөнінде есеп берді. Оның айтуынша, басты өндірістік көрсеткіштер жоспарға сәйкес атқарылып отыр. Кіріс 8 триллион теңгеге жуықтаған. Бұл белгіленген жоспардан 7% артық. Қор қазір мұнай газ химиясы, энергетика, көлік және логистика, машина жасау, цифрландыру салаларындағы жобаларға шетелдік серіктестермен бірлесіп инвестиция құяды. Жыл соңына дейін қор елімізде 40 оңалту орталығын ашуды жоспарлап отыр. Мемлекет басшысы инвестициялық және әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру, сондай-ақ қор жұмысын одан әрі жетілдіру жөнінде бірқатар тапсырма берді. Барлық көрсеткіштер жоспарларымызға сай, немесе одан артық. Самұрық қазынаның инвестициялық портфельде құны 53,5 триллион теңгеден асатын 130-дан астам ірі инвестициялық жоба бар. Мемлекет басшысы Ақмола облысының әкімін қабылдады. Марат Ахметжанов өңірдің биылғы бірінші жарты жылдықтағы әлеуметтік экономикалық дамуының қорытындылар туралы есеп берді. Ақмола облысының өңдеу өнеркәсібінде, ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемінде, көлік қызметі мен байланыс саласында оң динамика байқалады. Аймақ басшысы экономикалық өсімді қамтамасыз ету үшін қолға алынған шаралар туралы да айтты. Мәселен, су тасқынының салдарын жою жөнінде зардап шеккен азаматтарды қолдау шараларының орындалу барысы жөнінде мәлімет берді. Бүгінде 711 үй толық жөндеуден өткен. 331 үйдің құрылысы жүріп жатыр. 221 тұрғын үй сатып алынған. 1782 отбасыға бір реттік көмек берілген. 814 отбасының мүлкіне келген залал өтелген. Президент Ақмола облысының стратегиялық даму жоспарын жүзеге асыру жұмыстарын жалғастыруды тапсырды. Мемлекет басшысы өңірдің еліміздегі азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде негізгі рөл атқаратынына назар аударып, агроөнеркәсіп кешенін жаңғырту, соның ішінде егін жинау науқанын уақытылы әрі сапалы атқару маңызды екенін атап өтті. Көптеген салада өсім бар. Өнер экономикасына 179 миллиард теңгеден астам инвестиция құйылды. Кіріс көлемі 21%-ға өсті. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Кемелұлына экономикалық өсуді қамтамасыз ету бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы хабарладым. Біздің өнер астық ордасы болғандықтан агроөнеркәсіп кешені мен өңдеу өнеркәсібін дамытуға ерекше назар аударылады. Қасым-Жомарт Тоқаев Түркменстан президенті Сердар Бердімұхамедовпен телефон арқылы сөйлесті. Мемлекет басшылары қазақ-түркмен қатынастарының қарқынды дамып келе жатқанына назар аударып, Қазақстан президентінің биыл күзде Түркменстанға жоспарланған сапарының дайындық барысын талқылады. Әңгіме барысында көлік, логистика, энергетика, мәдени-гуманитарлық және басқа да салалардағы екі жақты ынтымақтастықты одан әрі нығайтудың маңызды екені атап өтілді. Сондай-ақ бүгін мемлекет басшысы Өзбекстан президентінің көмекшісі Саида Мирзиёеваны қабылдады. Кездесуде екі ел арасындағы көп жақты серіктестікті одан әрі ілгерілетуге қатысты өзекті мәселелер талқыланды. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Өзбекстанның одақтастық әрі стратегиялық сипаттағы қарым-қатынасын атап өтті. Жоғары деңгейдегі саяси диалогтың тиімділігін арттыра түсу үшін екі ел президентінің әкімшіліктері арасындағы тығыз байланысты жолға қою маңызды екеніне назар аударды. Кездесуде ақпараттық, идеологиялық, мәдени-гуманитарлық, білім беру және жастар саясат салаларындағы өзара тиімді ынтымақтастықты нығайту мәселесіне де мән берілді. Президент Астанада халықаралық Закават интеллектуалдық ойынның өткізілуіне қолдау білдіріп, мұндай іс-шаралар халықтарымыздың арасын жақындата түсетінін атап өтті. Өзгеде жаңалықтар, Париж Олимпиадасында 2 медаль иеленген дзюдошыларымыз бүгін елге оралды. Елдос Сметов пен Ғұсман Қырғызбаев бастаған спортшыларды туыстары мен жанкүйерлер қарсы алды. Алматы әуежайындағы жылы жүздесуге біздің түсіру тобымызда барып келді. Алатан мен Алматын әуежайында ене шаншар орын болмады. Париж төрінде көк байрағымызды желбіретіп, бір алтын, бір қола иеленген дзюдошыларды мыңдаған жанкүйер қарсы алды. Көңіл күйінде сөзбен айтып жеткізу қиын, өте қуаныштымыз, керемет. Алла разы болсын, бала шағамызға денсаулық болсын.
мына артта келе жатқан спортсмендерге сәттілік тілейміз. Осындай елдің туын желбірететін, алтын алқа тағатын жас ұрпақтарымыз көп болсын. Жанкүйерлермен кездесуден кейін Олимпиада чемпионы Елдос Сметов бірден туған өлкесі Таразға жол тартты. Спортшы кездесуге келген қатысушыларға алғысын білдіріп, бейнехабарлама жазыпты. Бүгінгі іс-шарада мені құрметтеп, күтіп алып, маған уақыт бөліп келгендеріңізге үлкен алғысымды, рахметімді айтамын. Жеңісті күндеріміз көп болсын, көк туымыз көкте желбірей берсін. Олимпиадада ел намысын қорғап жатқан спортшыларымыз қоржынымызды алтынға толтыра берсін. Ал Париж Олимпиада ойындарында қола медаль егер атанған татами шебері Ғұсман Қырғызбаев әуежайдан шыға сала су жаңа қымбат көлік мінді. Темір тұлпарды спортшыға Алматы қаласының дзюдо федерациясы сыйлады. Қорғаныс министрлігінің орталық спорт клубының әскери қызметшісіне сондай-ақ мерзімінен бұрын капитан атағы берілді. Өте қатты қуаныштымын. Осындай қазақ елі қола медаль сыйлағаным үшін бұл баршамыздың жеңісі, қуаныштымын. Рахмет барша қолдау көрсеткен жанкүйерлерге, бәріне алғысым шексіз. Бұл дзюдошылар үшін тарихи жеңіс. Татами шеберлері осы жолы ел қоржынына 2 медаль салды. Бүткіл қазақ елін құттықтаймын. Құтты болсын, тұңғыш Олимпиада чемпионы, қола жүлдегері, бұл тарихи жеңіс. Өте керемет әсер, өте керемет сонда эмоция сыйлады. Алған қалаумен жігіттеріміз бірінші, екінші күні атой салдық деп айтсам болады. Олимпиаданың төрінде, Париждің төрінде Олимпиадада. Өте жақсы. Ал 48 келі салмақта өнер көрсеткен ұлттық құраманың мүшесі Абиба Абужақынова келесі Олимпиада ойындарында жеңісті орнынан көрінуге бар күшімді саламын деді. Рахмет, осылай күтіп алып жатқандарыңызға үлкен алғысын білдірем. Енді медальсіз қалдым 5-ші орынмен. Бұйыртса алдағы жарыстарда көк туымыз әрқашан биіктен желбіретемін деп уәде берем. Бұйыртса келесіде дайындалып мықты болып оралам. Айта кетейік, алдағы күндері ел қоржынына ең алғашқы жүлде салып, қола медаль еленген аралас командалық дуэттегі мергендеріміз Ислам Сатпаев пен Александр Али елге оралады. Гүлзат Рымбай, Ерік Керімқұлов, Жібек жолы, Алматы. Париж Олимпиадасының чемпионы Елдос Сметовті Жамбыл жұрты сән салтанатпен қарсы алды. Ел қоржынына тарихи жүлде салған палуанды жерлестері жол бойынан күтіп алып, құттықтауды жаудырды. Содан соң салтанатты жиын жергілікті стадионда жалғасты. Жүздеген жанкүйердің алдында облыс әкімі су жаңа чемпионға су жаңа көліктің және 5 бөлмелі пәтер кілтін табыс етті. Байрақты бәсекеде еліміздің намысын әлемдік аренада қорғаған батырымыз. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының қолдауымен мемлекет тарапынан жасалған қолдаудың арқасында еліміздің лицензия тарапынан, федерация тарапынан бізге алаңсыз еңбек етіп, жаттықтырушыларымызбен осы байрақты бәсекеге дайындалуымызға мүмкіндік сыйлаған барша қолдаушыларға алғысымызды айтамыз. Франция астанасы Париж қаласында өтіп жатқан Олимпиада ойындарында грек-рим күресінен Әлімхан Сыздықов алғашқы белдесуінде жеңіске жетті. 130 келі салмақта ел намысын қорғаған отандасымыз 22 жылғы әлем чемпионатының қола жүлдегері румын балуаны Алин Алексук Чурариумен кездесті. Аса тартысты өткен белдесу нәтижесінде Сыздықов қарсыласын 3-1 есебімен ұтып ширек финалға шықты. Ал 60 келі салмақта боз кілемге шыққан жерлесіміз Айдос Сұлтанғазиев қырғыз палуаны Жоламан Шәршенбековке есе жіберді. Өкінішке қарай бірінші белдесуде жеңіске жеткен Әлімхан Сыздықов ширек финалда әзірбайжандық Сабақ Шариатиден 0-4 есебімен жеңіліп қалды. Бұдан бөлек бүгін мергендер мен жеңіл атлеттерде сынға түскен еді. Қазақстандық спортшылар жанкүйерлерді қуанта алмады. Өкінішке қарай әріптесім Күнсая Құрмет Парижден сөз алады. Бүгінгі Олимпиада медалінің бәсекесі стенд атудан басталды. Аралас командалық жарыста қазақстандық Әзем Орынбай мен Эдуард Ещенко қатысты. Іріктеу кезеңінде қазақстандық жұп 140 ұпай жинап, 12-ші орынға жайғасып, финалға өте алмады. Одан кейін Стад де Франс стадионында Ольга Сафронова 200 метрге жүгіруден жұбаны айналымына қатысты. Бұл жерде атлеттер жартылай финалға жолдама алу үшін бәсекелескен еді. Жартылай финалға шығу үшін Сафронова өз тобында бірінші орын алу керек еді, не болмаса біріншілердің арасында үздік
нәтиже көрсетуі тиіс еді. Дегенмен Ольга Сафронова 6-шы боп мәреге жетіп, мақсатына жете алмады. Күнсия Құрмет, Қуаныш Қожабеков, Жібек жолы, Парижден. Екібастұз қаласында темір жолшылар мерекесі кең көлемде аталып өтті. Шаһар тұрғындары үшін Қазақстанның ең ірі темір жол машина жасау кластері саналатын Railway Systems KZ компаниясы қала әкімдігімен бірлесіп, үлкен мерекелік шара ұйымдастырды. Ашық аспан астында өткен мерекелік кеште өз еңбегіне адал жандар марапатталып, озық шыққандарға наградалар табысталды. Кеш соңы отандық және шетелдік жұлдыздардың концертіне ұласты. Екібастұз тұрғындарына Railway Systems KZ теміржол кластерінің кәсіпорындары жақсы таныс. Белсенді дамып келе жатқан өндіріс 12 жылдан бері жылжымалы құрам мен жолдың жоғарғы құрылымының элементтерін шығарады. Компания қаланың дамуына да сүбелі үлес қосып келеді. Наша компания очень сильно стремится, чтобы Біздің компания қаланың теміржолшылар шаһарына айналу үшін барын салып келеді. Сондықтан Екібастұз қаласы кеншілер мен теміржолшылар қаласы болу керек. Вот наша основная цель, наверное, и посыл. Railway Systems KZ компаниясында 3000-ға жуық қызметкер жұмыс істейді. Кәсіби мерекеде өз ісіне адал мамандарға марапаттар табысталды. Будущего предприятия, думаю. Кәсіпорынның болашағы бар деп ойлаймын, және бұдан үлкен жетістіктерге жетеді. Әрі дамиды, өйткені қазір үлкен жаңа зауыттар салынуда. Мерекелік бағдарлама көпшілік көңілінен шықты. Компания қызметкерлер арасында 500 және миллион теңгелік сертификаттар ойнатылды. Ал бас жүлде автомобиль болды. Сондай-ақ отандық және шетелдік эстрада жұлдыздар өнер көрсетті. Темір жол әрқашан ел экономикасының локомотиві болды. Ол әрқашан дамиды және дамып жатыр деп айтқым келеді. Дәл осы темір жолшылар арқасында Екібастұз өркендеп келеді. Оларға үлкен рахмет. Railway Systems KZ компаниясы мұндай мерекелі шараны өткізуді жақсы дәстүрге айналдырмақ. Асланис Асқар Қабиденов, Алексей Мельницкий, Жібек жолы, Павлодар. Таза Қазақстан экологиялық акциясына Жаңаөзен халқы белсенді қатысып жатыр. Мұнайшылар, полицейлер, кәсіпкерлер, спортшылар, белсенділер, қоғам қайраткерлері бір кісідей жұмылып туған өлкенің тазалығына атсалысты. Аймақта мұндай сенбілік 2-3 айдан бері тұрақты түрде өтіп келеді. Бірақ бұл жолғысы ерекше. Несімен? Әріптесім айтып береді. Жаңаөзендегі орталық алаңға жұрт біраздан бері жиналмаған еді. Бұл жолы шаһар тұрғындарының жартысына жуығы келген. Арасынан бірі қапшық көтеріп, бірі күрек арқалап жүрген мұнайшыларды көзіміз шалды. Олар қауырт жұмыстың ортасында жүрсе де, қала тазалығын сақтауды ұмытпаған. Бүгінгі шараға 140 адам жұмылдырды. Жалпы жылдың басынан 3000 адамдай қатысып жатыр. 200-300 техникадай. Қолымыздан келгенше қаламыз таза болу үшін көмегімізді көрсетіп жатырмыз. Өте қуаныштымыз. Жаңаөзен қаласында осы сенбілікті жалғасын тапқанына, өстіп еліміздің, жеріміздің таза болуына ең басты себепкер өзіміз екенімізді білеміз. Сол тазалық сақтауына барлық жаңаөзендіктерді өзімізден бастап қаламыздың тазалығына үлесімізді қосуға шақырамын. Ал бұл жай велошабандоздар емес, спорт пен тазалықты қатар алып жүрген жандар. Яғни қаладан тыс аймақтарды велосипедпен аралап, шашылған қоқыстарды жинайды. Таңғы жаттығу арасында сенбілікке арнайы келген топ саябақты арам шөптерден тазалап кетті. Турист бізге шетелден келеді, велотуристер бәрі көріп отыр, бәрінің айтатын сол неге лас, тазалық бізде сақталмайды, қаралмайды деген сияқты. Табиғатты, негізі табиғатымызды өзіміз шетел емес, біз өзіміз бірінші бастауымыз керек тазалауымыз. Қала тазалығынан қалыс қалмайтын нәзік жандыларды жиі көзіміз шалды. Солардың арасынан ерекше көзге түскені қоғам белсендісі, ел жанашыры Үміт әпкеміз. Еңбек рәтті болсын әпке. Жалпы көңіл күй қалай? Жақсы. 7:30-да жиналдық осы жерге, қала әкімінен бастап осы жердегі барлық мекемелердің басшысы болып, халық болып, ел болып, депутаттар бар. Бәрі келіп осы жерге жиналып, халықтың ықыласы өте жақсы. Былтырғыдан биыл өте жақсы. Біздің ауылдарымыздың тазалығы да, қаланың ішінің тазалығы да, жастардың патриоттық сезімі де бұрынғыдан көбірек жақсы оянды. Бұрын осы мына коронавирустен кейін кішкене шаршап қалды қала. Одан кейін міне енді көтеріліп жатырмыз. Жаңа әкіміміз бар. Халықты жинап тазалыққа үйретіп жүрген қоғам белсендісі Үміт Құлжанова ғана емес. Мұнайшылар қаласының кәсіподақ өкілдері де жұртпен бірге жұмыла іске кіріскен. Президентіміз бастаған Таза Қазақстан акциясы Жаңаөзен қаласында жалғасын тапты. Біз қолдаймыз. Біз Таза Қазақстан жобасын қолдап, жаңаөзендіктер болып сенбілікке шықтық. Таза ұстайық қаламызды. Бұл
осы мұнайшыларды біріктірді, қаланың халқын біріктірді. Сондықтан алдымызда осындай шаралар көптеп жалғаса берсін, жалғасын таба берсін және қаламыз таза болсын. Жалпы қалада күн сайын 120 тонна қоқыс жиналады, ал сенбілік кезінде оның көлемі 2-3 есе артқан. Сондықтан тұрғындар қосымша техникамен де көмек көрсетуде. Біздерде жер қойнауын игеруші Өзенмұнайгаз және оған еншілес 16 кәсіпорын бар. Сол бойынша іс-шара жоспарына сәйкес спецтехникалар, арнайы техникаларымыз, ұжымдар, мемлекеттік мекемелер, коммуналдық кәсіпорын бекітілген жоспарға сәйкес шығып тұр. Әрине ол әрбір сенбі сайын ол 2 есе 3 есе артып тұр. Орташа есеппен біз 200 тоннаның үстінде әрбір сенбілікте шығарып тұрмыз. Халқының ықыласы тазалыққа оған Жаңаөзенде жасыл белдеу пайда болуда. Биыл қалада 3800 ағаш отырғызу жоспарланған. Қазірдің өзінде көше бойларында 2015 түбі егіліпті. Біздерде енді ағаш егілмейді емес, ағаш егіледі. Басты мәселе былтырғы жылы суару мәселесі болды. Жаз мезгілінде біздер график өтеміз, халыққа су жетіспейді. Кейбір ағаштарымыз шынында керек суарусыз қалатын еді сол кездерде. Соның барлығын ескере отырып, Өзенмұнайгаздың демеушілігімен, бұрғылау мекемесінің демеушілігіменен былтыр осы қала ішінен 40 нүктені қаздырдық скважина. Сол 40 нүктенің қазіргі таңда 6-ауы қызмет жасап тұр. Көгалдандыру мақсатында орталықтандырған линияларға қосып, сонымен біз қазір суарып отырмыз. Толық тазалыққа жету үшін тұрақтылық керек. Сондықтан жаңаөзендіктер экологиялық акцияны жыл соңына дейін жалғастырамыз дейді. Алтынбек Әмит, Наурыз Базаров, Жібек жолы, Маңғыстау облысынан. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Келесі көретіндеріңіз «Новое время» хабары. Эфир тізгінде Айгүл Мүкей. Кеш жарық, Айгүл.